Сәлем достар, кіп-кішкентай Отырардың 6 ай бойы Шыңғысхан әскеріне қалай қарсы тұрғанын білесіз бе? Сіздермен бірге бәрі бар арнасы, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Отырар қалашығы Қазақстанның жалпы ұлттық киелі жерлерінің тізіміне кіреді. Ол Түркістан қаласынан 57 шақырым жерде орналасқан. Әлемге әйгілі Әмір Темірдің есімі қаламен тығыз байланысты. Өйткені дәл соның бұйрығымен қалада Қожа Ахмет Яссауидің ұлы ұстазы Арыстан бабтың құрметіне кесене салынды. Ертеректе Отырар Ұлы Жібек жолының ірі орталықтарының біріне айналған. Қала 8 ғасырда пайда болып, 19 ғасырдың басына дейін өз дәуірін жалғастырды. Отырар Сырдария бойындағы Арыстың еңсесінде орналасқан ірі егіншілік өңір. Ол Қаратау тауының етегінде орналасқандықтан көшпенділердің нағыз тірегі болған. Ежелгі заманнан бері Арыс өзенінің оң жағалауында 200 гектар аумақты алып жатқан қала ғылым мен мәдениеттің, сауда өндірісінің, егін шаруашылығы мен мал шаруашылығының ірі орталығына айналды. 6-8 ғасырлар аралығында Отырар қаласы ірі феодалдық иеліктердің астанасы, 9-12 ғасырларда аймақтың бас қаласы, 13-15 ғасырларда Қазақстанның оңтүстігіндегі ірі қалалардың бірі, ал 16-17 ғасырларда Қазақ хандығының саяси және экономикалық орталығы атанды. Отырар ақша сарайымен, ерекше жылу жүйесі бар сәнді шығыс мұншалармен, ежелгі дәуірдегі ең танымал кітапханалардан кем түспейтін үлкен кітапханасымен әйгілі еді. Мұнда ғалымдар, данагөйлер, шеберлер, музыканттар, сәуегейлер мен зергерлер қоныстанды. Қалада үлкен медресе, базар, шеберхана, шарап ішетін орын, мешіттер мен дүкендер жұмыс істеді. Басқа орта ғасырлы қала сияқты Отырарда Цитадель, Шахристан және Рабат сынды 3 бөліктен тұрды. Отырарға іргелес орналасқан отырықшы егінші қоныстар кеңейе бастаған. Қаланың өзі де қолөнерші тұрағы Рабаттың есебінен дами түскен. Құрылысы жүйелі жүргізіле бастағандықтан, онда біркелкі үйлер бой түзей бастаған. Су құбыры, нәжіс жүйесі жөнге келтірілген. Қаланың орталығы да іргелес Рабаттарды да қамал қорғанмен қоршалаған. Сауда-саттықтың қарыштап дамығаны сонша, қала тұрғындары бұрынғыдай тек қыпшақ жылқысымен, түйесімен, қоймен ғана емес, орталық Қазақстан кеніштерінен алынатын металмен, әсіресе күміспен, бағалы аң терілерімен, шегірен көнімен, қолдан басылған киізбен, текеметпен, ер-тұрман, садақ қорабымен сауда жасаса, отырықшы егінші қауым оларға астық, металл заттарын, қару-жарақ, киім-кешек, мата, қолтума зергерлік бұйымдарын ұсынатын болған. Тіпті 9-12 ғасырларда осылай қанаттана бастаған тауар ақша қатынастары бірте-бірте тікелей тауар алмасуында ығыстыра түскен. Шыңғысхан қазақ жеріне аяқ басқан уақытта ұлы даланың көп бөлігіне Хорезм сұлтаны Мұхаммед иелік ететін еді. Оның құрамында қазіргі қазақ тайпалары стихиялық түрде бірге өмір сүрген. Шыңғысхан алапат күшке ие болып, Қытайды қиратып, қазақ жеріне көз түге бастаған естіген Мұхаммед оған өзінің елшілерін жібереді. Ондағы мақсаты жауының ішкі саясатынан хабардар болу еді. Сөйтіп елшісі Бехаддин Руди арқылы елші жібереді. Шыңғысхан оны жақсы қарсы алып, былай дейді: Хорезмшах батыстың билеушісі, ал мен шығыстың иесімін. Екі ел арасында бейбітшілік болса, арада сауда-саттық орнап, екі елге де ықпалы тиеді дейді. Онымен қатар Моңғол ханы батыстағы жауына көптеген сыйлықтар беріп жібереді. Артынша екі ұлы мемлекеттің арасында келісімшарт орнап, аздаған уақыт тыныштық орнайды. Бірақ 1218 жылы Шыңғысханның 450 әскермен жасақталған 500 түйеге артылған тауары бар керуенінің Отырарға келіп қоныстануы барлығын құртады. Саудагерлер сауда жасап емес, қаланың ішін аралап, ел арасында қорқынышты өсек аян тартады. Олардың айтуынша, жақында үлкен соғыс болады, қан төгіледі дейді. Кейбірі сарайдың қорғаныс жүйесіне дейін қарап жүреді. Бұны байқаған Отырар билеушісі Қайыр хан Хорезмшахқа жағдайды баяндайды. Ол болса барлық саудагерлерді ұстап өлтіріңдер деп бұйрық береді. Ал тауарын болса сатып жібереді. Бұйрықты естіген Қайыр хан бірден іске көшеді. Ол барлық саудагерлерді ұстап, бірін қалдырмай өлтіреді. Тек бір ғана адам қашып құтылады. Сол адам Шыңғысханға қайғылы хабарды жеткізеді.
Артынша Шыңғысхан ибн Кафреджа боғыры арқылы Хорезм шахы Мұхаммедке Қайыр ханыңды ұстап маған жібер дейді. Бұл сөзінен қатты ашуланған Мұхаммед елшінің басын алып, жанындағылар арқылы үлкен соғыстың басталғанын жеткізеді. Хорезм шахтың әскери күші моңғолдардан 2 есе көп еді. Бірақ ол жауымен ашық шайқаста емес, әр қала өз сарайында биік қорғанның артында күрескенін жөн көреді. Себебі ашық алаңда барлық әскерін жиятын болса, соншама күшке иелік ете алмай қалама деп өз қолбасшыларына сенім артпайды. Осының барлығы оның жеңіліс табуына әкеліп соғады. Сөйтіп 1219 жылдың көктемінде Шыңғысхан әскері жорыққа шығып, сол жылдың күз айында соғыс әрекетіне кіріседі. Алдымен ол өзінің барлық әскерін жиып Отырарға келеді. Бұл уақытта Отырар Хорезм шах жіберген 60 мың әскермен, артынша Қарашамен тағы да 10 мың әскерін жасақтап, 70 мыңнан аса адам қала ішінде болады. Олар соғысқа барлық дайындықты жасайды. Қайыр хан ішкі қорғаныс жүйесін, атты әскерін, барлық қару-жарақты дайындап, мұнараға шығып, сарай сыртына қараса, моңғолдың мыңдаған әскерін көреді. Сөйтіп арада өте ауқымды, ауыр соғыс жүреді. Деректерге сүйенсек, Шыңғысханның шабуылы 5 ай бойы бір күнде тоқтамаған деседі. Ал Қайыр хан қанша қарсы тұрғанмен де күрес күн сайын қиындай бастаған. Отырар әскерін Қайыр ханның батылдығы, соғысу әдісі рухтандырған деседі. Отырар қыпшақтары моңғол әскерінен де мықты дәрежеде соғыс өнерін жетік меңгерген болатын. Бірақ барлық әскер мықты емес еді. Әсіресе Қарашамен келген 10 мың әскердің қателігі Отырардың құлауына себепкер болады. Олар соғысқа шыдай алмай, түнделетіп қаланың құпия қақпасынан шығып кетеді. Ал моңғолдар болса, дәл сол жерден кірген. Шыңғысхан бір рет сатқан адам тағы да сатады деп, Қарашаны әскерімен қосып өлім жазасына кескен. Қайыр хан 5 ай бойы қалаға бірде-бір әскер жуытпай соғысқанымен, ішкі сатқындықтың кесірінен жеңіліс табады. Бірақ ол бәрібір берілмей, сарайдың ішіндегі бір бекіністе тағы 1 айға жуық уақыт соғысқан. Шыңғысханның бұйрығы бойынша Қайыр ханды тірідей ұстау керек болғандықтан, Отырар ханы соңғы демі қалып, қолынан қаруы түскенше күрескен. Артынша қала құлайды. Моңғол басқыншылары қаладағы барлық адамды өлтіреді. Олардың қанын судай төгіп, жас кәрісіне қарамай қырған. Ежелгі деректерде қала көшелерінде қан судай аққан деседі. Сөйтіп Отырардың барлық бекінісі құлатылып, тапталып, қаланың орны болмағандай жоқ қылған. Қаланы зерттеу кезінде бір бөлмелерден 20-30 адамның бас сүйегі табылған. Бұл жаппай қырып жоюдың белгісі еді. Ал 6 ай бойы қарсылық көрсеткен Қайыр ханның көзіне, құлағына, аузына қорғасын құйып өлтірген. Осымен бейненің соңына келдік. Қазақ тарихында осындай ержүрек батырлар мен хандар болғанын ұмытпайық. Егер бізді бірінші рет көріп отсаңыз, бізге тегін тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Ал сіз қандай оқиғаны білесіз? Өз ойларыңызды пікір бөліміне жасай кетіңіз. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар. with